Саламатсыздар ма, құрметті тыңдаушылар. Бүгін бізде ежелгі шығыс философиясы туралы лекция болады. Және бірінші пунктіміз ежелгі шығыс философиясының негізгі белгілері. Шығыстың барлық дерлік философиялық жүйелері кейбір ортақ белгілерді қамтиды. Бірінші, ол шынайы өмірге бағдарлау. Шығыс философиясы шынайы өмірді ой елегінен өткізумен ерекшеленеді. Философия өмір бойы бар және оның барлық салаларында қолданылуы керек. Жеке, қоғамдық, халықаралық және тағы басқа салаларда. Бұл шығыс ойшылдарының шыққан алғашқы тезисі. Ежелгі Үндістанның данышпандары өз шәкірттерімен әлемнен қалай дұрыс кету туралы білімдерін бөліссе, Қытай ойшылдары өмірде қалай аман қалу керектігін үйретті. Индустар діни